Қайырлы таң көрермен. Биыл Алматы қалалық номер 6 халыққа қызмет көрсету орталығына жүргізуші куәлігін алу үшін 19 мыңнан астам адам өтініш білдірген екен. Бірақ оның тек 11 мыңнан астамы ғана жүргізуші куәлігін алған. Аталмыш құжатты алу үшін дәл осы орталыққа бүгін мен де бармақпын. 19 мыңның бірі болам ба, әлде 11 мың адамның қатарын толықтырамын ба? Оны бірге көре жатарсыздар. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Емтихан тапсырмас бұрын болашақ жүргізушілер медициналық тексерістен өтуі тиіс. Ол үшін арнайы мекемеге барып анықтама қағазын алу керек. Содан соң халыққа қызмет көрсету орталығының анықтама бөлімінен берілген түбіртек бойынша стандартқа сай құжаттарды базаға тіркейді. Тек қажетті құжаттарды жинаған соң ғана курсант тест тапсыра алады. Жүргізуші куәлігін алу үшін бірінші кезекте теориялық емтихан тапсыру керек. 40 сұрақ беріледі, қате саны 8-ден асқан жағдайда қайта тапсыруға тура келеді. Құрметті көрермен, маған сәттілік тілеп қойыңыз. Емтиханды компьютерлік тестілеу арқылы тапсыру керек. Сұрақтар көлік құралдарының тиісті санаттары бойынша бөлінеді. Тестілеу 40 сұрақты қамтиды, ал оған жауап беруге 40 минут беріледі. Мен берілген сұрақтың 34-не дұрыс жауап бердім. Алда әлі практикалық емтиханды тапсыру қажет. Практикалық емтихан тапсыру үшін арнайы жабдықталған алаңға келдім. Мұнда 6 тапсырма бар. Алғашқысы емтихан тапсырушы дайын болғаннан кейін 20 секунд ішінде көлікті қозғалтуы керек. Ендеше бастайық. Бұрындары тәжірибелік емтихан кезінде үміткердің көлік жүргізгенін кемінде 3 адам қадағалайтын. Ал қазір бәрі автоматтандырылған. Енді үміткердің көлік жүргізу қабілетін осы электронды құрылғы бағалайды. Тестілеуден өту үшін биометриялық данныйлар тексереді. Әр курсанттың. Ол жаңа тестовый кабинкалар бар, сол кабинкаға кіріп шыққанша тексеріледі. Ол жерде бір курсантқа 3 камера қарап тұрады. Және де өзіміздің дополнительный камералар бар. Ол жерде тестке кірген курсантқа басқа бөгде адам көмектесе алмайды. Егер үміткер тест тапсыра алмаса, 1 апта уақыт беріледі. 7 күн өткен соң қайта тапсыру мүмкіндігі бар. Осы аралықта ақылы төлем жасап, арнайы жабдықталған алаңда дайындалуға болады. Рахмет. Практикалық емтиханды тапсырдым. Рұқсат етілген қателіктер жиынтығы 95 ұпайдан аспауы тиіс, ал менің қоржынымда 50 ұпай. Құттықтай берсеңіздер болады. Жүргізуші куәлігін иелендім.